Баршаңызға сәлем достар, сізді каналымда қош көрдім. Бүгін ревани тәттісін дайындаймын. Бұл тәттінің өте көп рецептілері бар, барлығын дерлік дайындап көрдім десем артық айтпаймын. Алдарыңызда ең сәтті нұсқасы, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен сиробын дайындаймын, себебі сироптың суына бізге уақыт керек болады. Ол үшін ыңғайлы ыдысқа 2 стакан су мен 2 стакан қантты салып араластырамын. Және де жоғары отта, яғни сироп қайнағанға дейін қайнатамын. Қанты еріп, бұрқырап қайнай бастағанда отты ең төменгісіне қойып, тағы да 10-15 минут шамасында қайнатамын. 15 минуттан соң лимонның 4-тен 1 бөлігін шырынның сонда сығып қабығымен тастаймын, тағы да осылай 2-3 минут қайнатамын. Дайын сиропты білу үшін ожаумен сапырғанда соңғы тамшыларына мән беру керек. Олар ауыр болып ағып жатса, яғни дайын деген сөз. Суытуға жіберемін. Енді бисквитін дайындауға кірісемін. Ол үшін ыңғайлы ыдысқа жұмыртқа, тұз және қантты салып, миксермен көлемі 2-3 есеге көтерілгенге дейін басында жай жылдамдықпен, кейін ұлғайта отырып миксерлеймін. Шамамен 5 минуттай миксерледім. Енді сұйық маймен айранды құйып, ұзақ емес, біркелкі болып араласқанға дейін ғана миксерлеймін. Осы жерде айта кетейін, жұмыртқа да, айран да барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Жақсылап көпірген ішіне ауа толы массаға манная крупаны саламын. Силиконды күрекшемен астынан жоғары қарай көтеріп отырып, абайлап араластырамын. Бұл уақытта миксер пайдаланбаған жөн, себебі ол біздің ауа толы массамызды түсіріп тастайды. Енді електен өткізілген ұнды және разрыхлительді саламын, дәл солай араластырамын. Құрғақ ингредиенттерді енгізгеннен кейін миксерді пайдаланбайтын себебіміз арасындағы ауаның барлығын түсіріп тастайды. Егер ол ауа түсіп қалатын болса, біздің пирог біз қалағандай көтерілмейтін болады. Енді табанына кішкене сұйық май жағып, формаға қамырды орналастырамын. Бетін әдемілеп тегістеп, ерте бастан қызып дайын тұрған 170 градустағы пешке шамамен 30-35 минутқа жіберемін. Әр пештің қыздыруы әртүрлі болғандықтан өзіңіз шамалап бақылайсыз, беті алтын түсті болып, аппетитный болып қызаруы қажет. Пештен алған соң алғашқы ыстығы кету үшін міндетті түрде 5-7 минуттай күтіңіз. Енді алдын ала дайындап қойған сиропты, яғни ыстығы кеткен жылы сиропты реванидың бетіне барлық жеріне тиетіндей етіп құйып шығамын. Сиропты өзіне жақсылап сіңіріп, ревани ең дәмді халіне келу үшін 2 сағаттай уақыт беремін. 2 сағаттан кейін өзіңізге қажет мөлшерде, өзіңізге ұнаған формада кесе берсеңіз болады. Мен 4 бұрышты етіп 16 бөлікке бөлдім. Егер пісірген формаңыз домалақ болатын болса, кішкене қиғаштау қылып кесіп, ромбы формасында да бөліктерге бөлуге болады. Осымен әсемдеу процесіне де келдім. Ол әрқашан сіздің фантазияңызға байланысты болмақ. Қаласаңыз кокос ұнтағын барлық бетіне сеуіп шығуға болады. Немесе мен сияқты фисташки ұнтағын әр бөлікке қойып шықсаңыз да көрінісі де әдемі болады, және де жаңғақ қосымша бір дәм береді. Оның орнына грек жаңғағы да керемет үйлеседі. Қонақтарыңызды шалқасынан түсіргіңіз келсе, соңғы этап ұсынар алдында ванильді балмұздақпен беріңіз. Салқын балмұздақ, жаңғақ және сулы ревани бір-бірімен керемет үйлеседі. Өте дәмді әрі жеңіл. Өздеріңіз көргенде жасалуы да өте оңай. Әсіресе Рамазан айында ең жиі жасайтын десерттерімнің бірі. Менің рецептімен дайындайтындарға қазірден ас болсын деймін. Құрамдардың нақты мөлшерін описание бөлімінде қалдырдым.
Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, колокольчикті басып қойыңыздар, себебі әр аптада жеңіл әрі дәмді, сенімді рецепттермен бөлісетін боламын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.